Жағдайларыңыз жақсы ма? Мен сіздерге бүгін сосиска в тесте қалай жасалу жолын ұсынбақшымын, айтпақшымын. Сіздер де жасап көріңіздер. Байқап тұрғандарыңыздай қамыры өте жұмсақ, үлпілдек болып тұр. Және арасын сіздерге көрсетейін. Таза піскен. Және қалай жасалу жолын видеоның соңына дейін қараңыздар. Тостағымызға жылы сүтімізді құямыз. Мен барлық қажетті масалқылардың өлшемдерін описание бөліміне жазатын боламын. Сізге сүт міндетті түрде жылы ыстықтау болуы шарт. Қамыр қылып илеген кезде қамырымыз ашу керек. Сондықтан ыстықтау болғаны жақсы. Міне сүтіміздің ішінде қантымыз, тұз және ашытқы біркелкі араласты. Енді осы масалқының үстіне сұйық майымызды құямыз. Кішкене араластырып, үстіне ұн салатын боламыз. Ұнды бірден көп салмаңыздар. Қамыр қып иленетін болған соң бөліп салып араластырып отырамыз. Ұн міндетті түрде електен өткізіңіздер. Мен алдын ала електен өткізіп дайындап қойғанмын. Ұнның өлшемін де описание бөліміне жазып кететін боламын. Қамырымыз біраз қою болған соң венчикті алып тастап, ары қарай қолымызбен қамыр қылып илейтін боламыз. Ұнды көп салып, қатты қып илеп қоймаңыздар. Мүмкіндігінше саусағымыздың ұшымен жайлап басып. Осылай илеп, тостақтың бетін, яғни қамырымызды пищевой пленкамен бетін жауып қойдым. Енді жылы жерге қойып қоямын. Қамырым ашып шықты. 2 сағаттай уақыт болды. Енді осы ашқан қамырымызды қолымызды кішкене сұйық маймен майлап алып, қамырымызды алатын боламыз. Сыпыраға осылай алып алдым. Бөлек кішкене ұн сеуіп, оқтаймен жаятын боламыз. Қатты жұқа қылып жаймаңыздар. 3-4 сантиметрлік болу керек. Кішкене қалыңдау. Қалыңдағы осындай болу керек. Және бөліктерге бөлеміз. Жіңішке ұзынша етіп кесеміз. Тура осы видеода көргендеріңіздей етіп. Ұнды көп сеппеңіздер. Қолдарыңызды кішкене майлап істесеңіздер, жабыспайтын болады. Солай қамырымызды алып, сосискамыздың жанына солай бір саусағымызбен ұстап тұрамыз. Бас жағын қамырдың ары қарай ұзынша қамырымызды сосискаға орап шығатын боламыз. Міне, осылай болып шығады. Енді осыны формамызға, яғни пергамент салынған формамызға салатын боламыз. Менде сосиска 13 штук шықты. Негізі қамыр одан да көп неге жетеді. 14 штук сосискаға дейін сол илеген қамырларыңыз. Бірақ менде сосиска 13 штук болғандықтан осы 10 штук дайындадым. Енді беті әдемі болып қызарып пісу үшін жұмыртқаны жағатын боламыз. Қамырым дайын. Яғни бетіне әсемдік үшін мен мак сеуіп қойдым. Сіздерде кунжут, мак сепсеңіздер болады. Мүлдем сеппесеңіздер де болады. Енді осыны ысып тұрған пеште 200-230 градуста жарты сағатқа салып алатын боламыз. Міне қыздар, менің сосиска тестем қандай тамаша болып пісіп шықты. Беті қып-қызыл болып, және қамыры да жұп-жұмсақ, үлпілдек болып тұр. Қазір ғана пештен шықты, және сіздерге көрсетейін арасын қалай піскенін. Сіздерде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Және менің видеом ұнаса, маған комментарий жазып, лайк басып, міндетті түрде менің арнама тіркеле кетіңіз.